Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін біз детейлингтеміз. Детейлинг сөзін көп естіп жүрген шығарсыздар. Ал сол сұраққа детейлинг деген не деген сұраққа бүгін жауап беретін боламыз. Қандай жұмыстар атқарады, не істейді машинаға. Детейлинг қалай пайда болды? 1911 жылы Америкадағы Детройт қаласында екі ағайынды бала профессиональный мойка ашады. Ол мойкада ескіріп кеткен, түрлері әбіржіп кеткен көліктерді қайта қалпына келтіріп, заводской состояние дейді, идеальный. Сондаймен айналысып, мақсат еткен детейлинг ұғымы содан пайда болған. Қазіргі таңда ақш-та 50 мыңнан көп детейлинг жұмыс жасап жатыр. Детейлинг дегеніміз біздің Қазақстанда да аз емес. Әрбір қалаларда бар. Қазір соның біреуіндеміз біздер. Енді детейлинг деген қандай жұмыстар атқарады дегенге жауап береміз. Детейлинг ең бірінші комплексный мойка дейді. Машинаның астын жуады, моторын жуады, сыртын жуады. Бұлай мойкілерге қарағанда бөлек. Сосын қандай жұмыстар атқарады? Машинаның қозғалтқышын, двигателін полный химиямен, бумен тазалап жуады. Сосын ішіне химчистка жасалады. Химчистка дегеніміз полный сиденькілер алынып тастайды. Ковроланында шешіп алады. Кейбір енді әр детейлинг әр түрлі, кейбіреулері шешпейді, кейбіреуі шешеді. Жалпы сиденькісін полный шешіп алады. Әрі қарай айтатын болсақ, шумоизоляция. Шумоизоляция дегеніміз көліктің дыбыс сырттан, мына дөңгелектің дауысы сыртқы внешний шумнан қорғайды. Шумоизоляция, шумка дейді оны. Оның үш түрі бар: виброизоляция, шумоизоляция, теплоизоляция. Мына мотордың күннің ысысынан сақтап тұратын. Сосын қыста да жаңағындай тепло дейтін салқынды сыртқа шығармайды. Багажникке бәріне жасайды. Оны жасау үшін полный машинаны, сиденькісін, алдындағы панелін, торпедасын, есіктегі обшивкалар полный шешеді, тек қаңқасы тұрады. Соған өзіңіз саңдайсыңыз, әр түрлісі бар. Соған үш түрлі изоляция дейді, соны жасайды. Тағы да енді сыртына келетін болсақ, фарларына, туманкаларына, задний фонарь бәріне полировка жасалынады. Полировка фар дейді, солар жасайды. Сыртына келетін болсақ, кузовной полировка. Кузовной полировка екіге бөлінеді. Қорғайтын полировка және қалыпқа келтіретін полировка. Қорғайтын дегеніміз керамика, жидкий стекло, воск жатады. Қалыпқа келтіретініміз дегеніміз үш түрлі полировкадан тұрады. Ал енді мына көлікке келетін болсақ, бұл көлікке двигателін полный тазалаған, сосын полный химчистка, фарларына полировка жасалған.